Саламатсыздар ма балалар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсімдіктердің қандай түрлері болады. Сендер бүгін өсімдіктің түрлерімен танысасыңдар. Адам қолымен өсірілетін өсімдіктер туралы білетін боласыңдар. Ал балалар, мына өлең шумақтарына көңіл аударыңдаршы. Қайырлы күн табиғат, жайқалып өссін өсімдік. Жайнай берсін орманымыз, биік болсын тауларымыз. Балалар, өсімдік сөзіне мән берейікші. Ал балалар, өсімдік қандай табиғатқа жатады? Дұрыс айтасыңдар балалар, өсімдік тірі табиғатқа жатады. Себебі ол тыныс алады, өседі, қоректенеді және көбейеді екен. Ал балалар, биік болсын тауларымыз деген сөзде, таулар қандай табиғатқа жатады екен? Балалар, таулар жансыз табиғатқа жатады екен. Себебі олар тыныс алмайды, көбеймейді, өспейді және қоректенбейді. Балалар, біз өсімдіктің тірі табиғатқа жататынын, оның өсуіне не қажет екенін білдік. Бейне сабаққа назар аударайық. Ай мектеп. Бақшамыз жайқалып тұр. Иә, апамыз шөбін жұлып, суарып қойыңдар деген еді. Қане кірісейік. Сәбізді шөп екен деп жұлып алдым. Бірақ тамыры жұлынбапты. Қайта өсіп шығатын шығар. Дана, сәбіздің тамыры сәбіздің өзі. Сондықтан да оны жем тамыр деп атайды. Жем тамыр? Иә, жемісі тамырында дегенді білдіреді. Жем тамырлар қоректік заттардың жиналуынан жуандаған өсімдік тамыры. Мысалы, қызылша, картоп, шомыр, пияз. Бұлардың барлығы жем тамыр. Түсінікті. Қане, ағаштарды суарайық. Аға, қараңыз, мына ағаштың тамыры көрініп қапты. Топырағының үстіңгі қабатын су шайып кеткен ғой. Мынау ағаштың діңі, мынау бұтағы, мынау жапырағы, ал алма жемісі. Гүлі қайда? Ағаштар ерте көктемде гүлдейді. Гүлі түскен соң орнына жемісі шығады. Жемісінің ішінде дәні болады. Мына ит мұрынға қараңыз. Кейбір сабақтарында гүлдері, кейбірінде жемісі өсіп тұр. Өсімдіктер алуан түрлі болады ғой. Олардың мүшелері бір-бірінен ерекшеленіп тұрады. Өсімдіктерді ерекшеліктеріне қарай 3 топқа бөледі. Олар ағаштар, бұталар және шөптекті өсімдіктер. Ит мұрын бұта ғой. Дұрыс. Ит мұрын, бөрі қарақат, шырғанақ бұтаға жатады. Бұталардың да жемісі тәтті болады екен. Иә, тәтті. Тек қарақат, таңғурай бүлдіргеннің жемісін жидек деп атайды. Қоймадыңыз ғой. Не де болса, тәтті екен. Қайталайық. Өсімдік түрлері. Өсімдіктерді ерекшеліктеріне қарай 3 топқа бөледі. Олар ағаштар, бұталар, шөптекті өсімдіктер. Итмұрын, бөрі қарақат, шырғанақ бұтаға жатады. Қызылша, картоп, шомыр, пияздың жемістері тамырында, сондықтан бұлардың барлығы жем тамыр.
Ал енді бүгін өсімдіктердің қандай түрлері бар екенін білетін боламыз. Ал балалар, діні қатты, жуан өсімдікті ағаш деп атайды екен. Бұтақтары жіңішке, аласа өсімдіктерді бұта деп атайды. Жіңішке әрі жапырақтары жұмсақ өсімдіктерді шөп деп атайды екен балалар. Мұны суреттерде көріп тұрмыз, бірінші ағаш, бұта және шөп екен. Ал келесі суретімізде ормандағы және бау-бақшадағы өсімдіктер екен. Қане назар салып қарайықшы. Олардың бір-бірінен қандай айырмашылықтары бар екен? Орманда, шалғында өсетін өсімдіктерді жабайы өсімдіктер деп атайды екенбіз. Балалар, жабайы өсімдіктер күтімді қажет етпейді. Балалар, жабайы өсімдіктерге бақ-бақ, итмұрын, гүл-кекіре, жусан жатады екен. Ал балалар, келесі суретке қарайықшы. Бұл біздің бау-бақшада өсетін өсімдіктеріміз екен. Оларды мәдени өсімдіктер дейміз. Адам мәдени өсімдіктерге күтім жасайды. Олар адамға өзінің жемісін береді. Мәдени өсімдіктерге қызанақ, қияр, сәбіз, қарбыз жатады екен балалар. Ал балалар, оқулыққа назар аударыңдаршы. Бүгінгі сабақтан алған білімдерімізді сынап көрейік. Суреттерді дұрыс атауларымен сәйкестендіріп қосайық. Ал балалар, тексерейік. Бірінші өсімдік ағаш тобына жатады екен. Дұрыс қосыппыз ба? Жарайсыңдар. Екінші өсімдік бұта тобына жатады екен. Ал соңғы мына өсімдігіміз шөптекті өсімдіктер тобына жатады екен. Жарайсыңдар, тамаша. Ал балалар, сендер сурет салуды ұнатасыңдар ма? Онда дәптерімізді ашып, бір жабайы, бір мәдени өсімдіктің суретін салыңдаршы. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша жұмыс жасадыңдар. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Егер сабағымыз түсінікті ұнаса, сендер қарындаштың суретін салып, оны жасыл түске бояңдар. Ал түсіндім, бірақ сабақтан бір сұрағым бар десеңдер, сары түске бояндар. Сабақты мүлдем түсінбедім, қызық өтпеді десеңдер, қызыл түске бояңдар.